Flicky деп аталады. Енді осындай Flicky деп жазған кезде осындай бізде жасанды интеллекттерді көрсетеді. Осы жердегі мынау осындай қып-қызыл болып көрсетіліп тұрады. Осы жасанды интеллектін басамыз. Тілін ауыстырып алдық. Өзіңізге тиімді орыс тілі ма, әлде ағылшын тілі ма, қазақ тілі ма өзіңізге аударып алуға болады. Бұны да өзіңіздің жеке аккаунтыңыз арқылы жасайтын боласыз. Енді мен бұл жасанды интеллектке мен тіркеліп қойдым алдын ала. Енді бұл осындай бет ашылады сізге. Енді осына идея подсказка дегенді басамыз. Осы жерге мен жаңағы жасанды интеллект арқылы жасаған Абайдың 17-ші қара сөзін копировать етіп, көшіріп әкеліп қоямын. Енді көшіріліп келді. Енді маған бұл жерде неше минутқа дейін деп ұсыныс айтып жатыр. Егер де 1 минутқа дейін болса, менде ақылы болмайды. Ал егер де 1 минуттан асып кететін болса, онда міндетті түрде жұмыс ақылы болады. Мен сіздерге қазір 1 минуттық видеоны көрсетейін. Бұл жерде де сұрап жатыр размерін, қай размерде көрсетесіз деп. Мен 16-да 9 размерін аламын. Келесі. Енді мына жерде қандай форматта көрсеткенін ұсынып тұр. Мына жерде қай форматта маған ұнайды. Welcome to this training on a Келесі. Бұл жерде Are you ready? Алсақ. Welcome to this lesson. Енді мына жерде қазақша, қазақ, диалект қазақ дейді. Мен бұл жерде тон көрсетуге болады. Ағартушылық дегенді басайын. Цельге талдауды басайын. Сіздің аудиторияңыз қандай? Жастар ма, оқытушылар ма, зиялы қауым ба? Осы жерден өзіңіз таңдайсыз. Мен оқытушылар деп басамын. Келесі. Обработка бұл жасап жатыр. Дайындап жатыр маған. Обработка жасап болды. Енді следующийді басамын. Менің видеом дайындалу үстінде.
менің видеом дайын. Абайдың 17 қара сөзі ұлы ойшылдан ұлағат. Ашайық. Бұл біздің рухани азығымыз, жас ұрпаққа берер баға жетпес мұрамыз. Абай Құнанбайұлы адамның кемелдігі ақыл, қайрат, жүректің теңдігінде білген. Бұл үшеуінің арасындағы үйлесімділік тұлғаның толыққандылығының кепілі. Ақыл бағыт сілтеуші, қайрат күш беруші, ал жүрек әділдікті сақтаушы. Осы үш қасиет бірлікте болғанда ғана адам өзін өзі жетілдіре алады. Абайдың бұл қара сөзіндегі астарлы ойлар өте көп. Ол адамгершілік, әділдік, мейірімділік сияқты құндылықтарды дәріптейді. Ақылды жүрекке бағындыру адамның рухани кемелденуінің жолы. Бұл біздің жас ұрпаққа үйрететін ең маңызды сабақтарымыздың бірі. Абайдың 17 қара сөзі туралы ойларыңызбен бөлісіңіз. Бұл тақырыпты тереңірек талдап, жаңа қырларын ашуға шақырамын. Осы қара сөзді сабақтарыңызда қалай қолдана аласыздар? Пікірлеріңізді жазып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Бірге талқылап, ортақ шешімге келейік. Осылай бізге дайындап берді. Менің өзім бүкіл таңдаған жобаммен. Енді осы жұмысты өзіңізге көшіріп ала аласыз. Компьютеріме көшірілді. Енді мен алдында бірнеше осындай жұмыстар жасаған едім. Соларды өзіңіздің Fleeky жасанды интеллекттің историясынан көре аласыздар. Абайдың 17 қара сөзі ұлы ойшылдан ұлағат. Оқытушылар Абайдың даналығына тереңірек үңіліп, жаңа қырларын ашайық. Бұл біздің рухани азығымыз, жас ұрпаққа берер баға жетпес мұрамыз. Абай Құнанбайұлы адамның кемелдігі ақыл, қайрат, жүректің теңдігінде білген. Бұл үшеуінің арасындағы үйлесімділік тұлғаның толыққандылығының кепілі. Ақыл бағыт сілтеуші, қайрат күш беруші, ал жүрек әділдікті сақтаушы. Осы үш қасиет бірлікте болғанда ғана адам өзін өзі жетілдіре алады. Абайдың бұл қара сөзіндегі астарлы ойлар өте көп. Ол адамгершілік, әділдік, мейірім. Егерде сіз бұл жасанды интеллектіні өзінің ақылы форматын сатып алатын болсаңыз, сізде мына жерде Fleeky AI деп көрсетіліп тұрмайды. Ал егерде сіз осы жасанды интеллектіні ақысыз жасайтын болсаңыз, сіздің видеоролигіңізде осындай Fleeky AI деп көрсетіліп тұрады. Осы көрсеткен жасанды интеллекттерді сабағыңызда тиімді пайдалансаңыз болады. Рахмет назарыңызға.